Солтүстік Қазақстан кәсіпкерлер палатасында Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлікті дамыту жағдайлары заңнамасына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар жайында дөңгелек үстел болып өтті. Жиында ауылдық елді мекендерде қоқыс тастайтын жерлердің болмауы және қоқысты қайта өңдеуді дамыту жағдайлары талқыланды. То есть палата предпринимателей предлагает на сегодня. Кәсіпкерлер палатасы бүгінгі таңда бұл мәселелерді шешуде ең басты қоқыс тастайтын жерлерді қаржыландыру және оларға деген талаптарды жеңілдету керектігін ұсынады. Жиынға қатысқан Солтүстік Қазақстан облысы тұтынушылар құқығын қорғау департаменті басшысының орынбасары Татьяна Горлова кәсіпкерлер қоқыс тастайтын жерлерді бизнес көзіне айналдырса деп отыр. Және де қоқыс үшін бөлінетін жер мемлекет тарапынан тегін берілсе деген ұсыныс тастады. Датируемый какой-то или необлагаемый налог. Кәсіпкерлерге жеңілдік жасап, оларға мемлекет тарапынан берілетін жерлерді тегін берсе екен деген ұсынысым бар. Облыс бойынша жыл сайын 4000 тоннадан астам қоқыс шығарылатын көрінеді. Ал сол қоқысты тастайтын облыс бойынша тіркелген 10 ғана арнайы жер бар. Ауылдық жерлердегі қоқыс тастайтын жерлерді ашу, сонымен қатар қоқысты қайта өңдеу мәселелерін шешуде кәсіпкерлер палатасы дөңгелек үстел барысында талқыланған ұсыныстарды негізге алмақ.